Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз бүгін физика пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдану бойынша сабақ өтеміз. Яғни физика пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 9 сынып 1-ші тоқсан. Яғни сабақтың тақырыбы дененің еркін түсу үдеуі. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 9-2-1-9 еркін түсу үдеуін сипаттау үшін тең айнымалы қозғалыстың кинематикалық теңдеуін қолдану. Оқу мақсаты оқушылар дененің еркін түсу құбылысын түсіндіреді және еркін түсу қозғалысын сипаттау үшін тең айнымалы қозғалыстың кинематикалық теңдеулерін қолданады. Яғни бұл сабақта біз тек қана теориямен шектелмей, жасанды интеллект көмегімен қысқа видео жасап, физикалық құбылыстарды көзбен көріп түсінеміз. Бүгінгі мақсатымыз еркін түсу құбылысын түсіну, еркін түсу үдеуін анықтау, қозғалысты сипаттайтын формулаларды қолдану. Яғни тек қана есеп емес, нақты құбылыс ретінде түсіну. Яғни оқушыларды 3 топқа бөліп қарасақ болады. Яғни әр топ Грокай платформасында 6 секундтық қысқа видео жасайды. Негізгі мақсат енді бұл видеолар, яғни еркін түсу қозғалысын, ауырлық күшінің әсерін көрсетуі тиіс және денелердің еркін түсуін көрсетеді. Енді бірінші топ денелердің еркін түсуін көрсету керек. Екінші топ еркін түсу үдеуі G деген шамамыз бар, 9,8 метр бөлінген секунд екені белгілі, және үшінші әртүрлі денелердің еркін түсуін көруіміз керек. Енді ең бірінші біз неге ChatGPT-ді ашамыз, ChatGPT-ға команда береміз. Әр оқушы өзі маған осындай еркін түсу үдеуіне, жаңағы еркін түсу мәніне, әртүрлі денелердің еркін түсуіне қажетті әр оқушы өзі промпт береді. Сол ChatGPT-ден дайындап алған промптты копировать етіп, біз жаңағы Google-ға Grok деп жазып, Grok-қа кіреміз. Яғни Grok-ға кіріп, осы жерден біз дайындап алған дайын промптымызды осы жерге қоямыз. Бұл Grok-тың бір жақсы жері, осы жерден бірден суретімізді де көруімізге болады, және осы дайындап алған суретті, дайын бізге керемет қылып шығарып берген суретті, әр топ өзі ерекше ғой, мына жерде бір ғана топты көрсетуімізге болады. Осы шығарып алған суретімізді біз копировать етіп өзімізге жүктеп алсақ болады. Және осының астында міне қарасақ, видео деген тұр. Осы видеоның үстін бассақ, бізге осы дайын суретімізді, яғни генерациялаған суретімізді бізге видео түрінде жандандырып береді. Міне осы арқылы біз жаңағы балалардың пәнді терең білуіне үлкен көмегін тигізеді. Яғни жасанды интеллекттің пәнді терең меңгеруіне үлкен көмегі зор.